Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында магний тапшылығының салдары неге әкелетіні жөнінде пайдалы кеңеспен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Магний азайса, жағдай жақсы болмайды. Адамның кейде ұйқысы қашып, көңіл күйі түсіп, не болса соған ызаланғыш, ашуланшақ болып кететіні бар. Мұндайда ағзадағы магний мөлшерін анықтап қойған жөн. Магний басқа да ферменттермен ықпалдаса отырып, көптеген ақуыздардың белсенділігін арттырады. Ағзаның температуралық режимін қалыпта ұстайды. Қуаттың көмір су мен майдың алмасуын қамтамасыз етеді. Мамандар ол өмір ұзақтығына да тікелей әсер етеді дейді. Ағзада магний жетіспеушілігі екі түрлі сипатта белгі береді. Аритмия, жүрек соғысындағы қалыпсыздықтар, тамырдың жылдам әрі жиі соғуы, сіңір тартылуы, ұйықтап жатып селк ету, астения, депрессия, осының бәрі де магний жетіспеуінің хабаршылары. Сондай-ақ тері, шаш, тырнақ күйінің нашарлауы да магний жетіспеушілігінен болады. Ал магний жетіспеуінің екінші ұзақ мерзімнен кейін белгі беретін түріне остеопороз, сүйек сынығы жатады. Өйткені магний сүйектердің созылғыштығы үшін қажет. Ол жетіспеген жағдайда сүйекте көпіршіктерге ұқсас бос жерлер пайда болады. Егер жүкті әйелдерде магний жетіспесе, онда болашақ баланың бет сүйегінде, жұлында қалыпсыздық орын алуы мүмкін. Мұндайда жүйке түтікшесі толық жабылмай қалады. Жұрт фастфуд, жартылай фабрикаттарды жиі тұтынатын қазіргі кезеңде адам ағзасы магнийді аса қажет етеді. Тамақ өнімдеріне қосылған бояғыштар да магнийдің көптеп жойылуына себеп. Темекі шегетіндер, олардың төңірегінде жүретіндер де түтінмен бөлінетін қорғасын, никель, кадмий кесірінен магнийден айырылады. Сондай-ақ стресте магнийдің қаш жауы. Өйткені стресс кезінде бүйрек үсті бездерінде кортизол гормондары көп бөлініп, ағзадан глюкоза мен магний тез қуылады. Мұндайда бұлшықеттер әлсізденіп, сіңір тартылады. Бұлшықет ширығуынан кеудеге өксік тығылғандай болады. Адам ашуланшақ, оның ұйқысы, жүрек соғысы бұзылады. Ол тез шаршағыш келеді. Магний сондай-ақ монша мен саунада ұзақ болғанда, ағзаға салмақ салғанда термен шығып, тез азаяды. Алкоголь де магнийдің жойылуына себеп. Жалпы магний ағзада араласуы жөнінен натрий, калий және кальцийден кейін 4-ші орынға ие. Оның жетіспеушілігі жалғастырушы ұлпалардың тығыздығы мен беріктігіне және тері созылғыштығына жауапты. Коллаген синтезіне де кері әсерін тигізеді. Жүкті әйелдердің басым бөлігінде, гипербелсенді балаларда магний жетіспеушілігі жиі байқалады. Ал негізінен жүкті әйелдер үшін оның тәуліктік қажеттілігі 450 миллиграмды құрайды. Басқалар үшін оның күндік мөлшері 400 миллиграмға дейін. Дегенмен бүгінде қазіргі адамдар осы қажеттіліктің жартысын ғана қамтамасыз ете алуда. Бұл элементті ағза өздігінен түзбейді. Ол оған сырттан азық пен су арқылы түседі. Магний қоңырқай түсті балдырларда өте көп. Мысалы, теңіз капустасының 100 грамында 800-900 миллиграмға дейін магний бар. Балықта шпинат, көкпияз, руккола, салат, брокколи капустасы да магнийге бай. Яғни өсімдікке жасыл түс беретін хлорофиль магний қосылыстарынан тұрады. Бұршақ өнімдерінде ботқада, толық өңделмеген дәннен пісірілген нанда, бананда, жүректерде, кептірілген жемістерде магний өте көп. Жаңғақта да магний мол. Дегенмен ол ағзаға нашар сіңеді. Әсіресе бала ағзасы оны жақсы сіңіре алмайды. Бүгінде дәріханалардан құрамында магний мол препараттар табу қиын емес. Осының ішінде магнийдің органикалық тұздары ағзаға жақсы сіңіріледі. Жалпы ағзасында магний азаюы себепті
Түрлі жайсыздықтарға ұшыраған адам оны өз бетімен толықтырамын деуден аулақ болғаны жөн. Дәрігерге көрініп, маман кеңесіне құлақ түру керек. Мұндайда құрамында магниймен қоса В6 витамині бар препараттар тағайындалады. Ол препарат магнийдің асқазан ішек жолында дұрыс сіңірілуіне, дене ұлпаларына дейін толық жетуіне мүмкіндік береді. Қысқасы, магнийге мән беріңіз, ол азайып кетпесін. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.